Qarızdan qutulu için oquluchi dualar. Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарыбыз алейхиссалам айтқан: Kim адамдардан қайра төлеу ниетінде қарыз алса, Аллах Таала қарызын төлегенге жеңілдік жана мүмкіншілік береді. Ал эми kim қарыз алып төлегенге ниеті болбаса, Аллах анын байлығын жоқ қылады. Бухари. Азирети Джафар Садик радиаллаху анху айтқан: Kim Тахрим сүресін оқып жүрсе, мойнында тоғдай қарызы болса да, Аллахтың қалосы менен андан құтылады. Ал эми kim Адият сүресін оқып жүрсе, егер анын қарызы есепсіз болса да, андан құтылады. Азирети Абу Дауд радиаллаху анху Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят қылған: Bir киши пайғамбарыбыздың алдына келіп: О Аллахтың елшісі, мені қайғы жана қарыз қыжалат қылып жатады. Емне қылсам болады деп сұрағанда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Мен саға бір дуа үйретейін бе? Егер аны оқысаң, Аллах Таала сенің қайғыңды кетіріп, қарызыңдан құтылтады деп жооп берді. Анда ал, үйретіңіз, о Аллахтың елшісі, деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң атқанда жана кеш кіргенде бұл дуаны оқып жүр деп айтты. Абу Дауд кітебінде бұл мазмұн мындайча келген: Bir жолы Пайғамбар алейхиссалам мешітке кіріп, мешітте Азирети Абу Умама Ансори радиаллаху анхунun олтырғанын көрді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам андан: Ей Абу Умама, сен бұл жерде емне қылып олтырасың деп сұрады. Себебі бұл мезгіл намаздың уақытысы емес болчу. Азирети Абу Умама радиаллаху анху: Мені қарыз жана қайғы қыжалат қылып жатат деп жооп берді. Ошондо Пайғамбарыбыз алейхиссалам: Мен сага бір дуа үйретейін бе? Егер аны оқысаң, Аллах Таала қайғыңды кетіріп, қарызыңдан құтылтады, деді. Ал сөз айтыңыз деп жооп берді. Пайғамбарыбыз алейхиссалам бұл дуаны ерте менен жана кечинде оқып жүр деп айтты. Абу Умама радиаллаху анху айтат: Мен ушул дуаны оқығандан кейін Аллах Таала қайғымды да жоқ қылды жана қарызымдан да құтылдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузни, ва аузу бика минал аджзи вал касал, ва аузу бика минал джубни вал бухл, ва аузу бика мин галабати дайни ва кахри риджал. Маниси: О Аллах, мен сенден қам саноо жана қайғыдан, алсыздық жана жалқоолуктан, сараңдық жана коркоктуктан, қарызға батып қалудан жана адамдардың зұлым қылуысынан пана тілеймін. Хадисте келген: Пайғамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам қайғыға батқанда бұл дуаны оқитылы: Ла илаха иллаллахул хакимул карим, ла илаха иллаллахул азимул хаким, ла илаха иллаллаху раббус самавати вал арзи ва раббул аршил карим. Маниси: Аллахтан башқа ибадат қылуға татыктуу зат жоқ. Аллах данышман жана берешен. Аллахтан башқа ибадат қылуға татыктуу зат жоқ. Ал улуу жана данышман. Аллахтан башқа ибадат қылуға татыктуу зат жоқ. Ал асмандардын, жердин жана улуу арштын Роббиси. Жами Тирмизи китебинде келген: Пайғамбарыбыздын башына оор иш түшкөндө мындай деп айтат эле: Я хайю я кайюму бирахматика астагис. Маниси: О тирүү жана түбөлүктүү зат, сенин ырайымың аркылуу сенден жардам сураймын. Дагы бир риваятта келген: Зуннун, Юнус пайгамбардын дуасы ар түрдүү кайгыны жана кыйынчылыкты жок кылат. Ал дуба: Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Маниси: Сенден башка ибадатка татыктуу зат жок. Сен бардык айыптардан тазасың. Чындыгында мен зулум кылуучуларданмын. Бул дуа күнүнө куптан намазынан кийин 100 жолу окулат. Табаранинин риваятында Пайгамбарыбыз алейхиссалам Азирети Муаз ибн Джаббал радиаллаху анху айткан: Мен сага бир дуа үйрөтөйүн бе? Эгер тоого тең келген карыз болсо да, ошол дуанын берекетинен Аллах Таала куткарат. Ал төмөнкү дуа: Бисмиллахиррахманиррахим. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Манisi, айтқын: О Аллах, падышачылықтың падышасы, сен кімге қаласаң билік бересің, кімден қаласаң билікті тартып аласың, кімге қаласаң ызат бересің, кімді қаласаң қор қыласың. Бардық жақшылық сенің қолыңда. Ақиқатта сен ар бір нәрсеге құдіреттісің. Сен түнді күндізге, күндізді түнге кіргізесің. Сен өліктен терюні, терюден өлікті шығарасың, жана кімге қаласаң есепсіз ырысқы бересің. Кейін бұл дуа оқылады. Рахман ад-дуня ва рахимахума ва туитихима ман таша ва тамнау минхума ман таша. Ирхамни рахматан тугнини биха ан рахмати ман сивак. Манisi, о дүйнө жана ақыреттин меримдүү жана ырайымдуусу. Сен кимге қаласаң, экөөсүнөн тең бересиң. Кимди қаласаң, экөөсүнөн тең куру калтырасың. Мага ырайым кыл. Мени өзүңдөн башканын ырайымына муктаж кылба. Эскертме: жогорудагы дуалар ар бир фарз намаздан кийин 3 жолу окулат. Ким бирөөдөн карыз болуп карызын төлөй албай жүрсө, анда ал ар бир фарз намаздан кийин төмөнкү дуаны окусун. Дуанын башында жана аягында 11 жолудан каалаган салаватты окуп, ортосунда 11 жолу ушул дуаны окусун. Аллахумма кфини бихалалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сивак. О Аллах, мага адал ырыскы берип, арамдан сакта жана жардамың менен мени өзүңдөн башкага муктаж кылба. Bir риваятта ушул дуа тууралуу мындай деп айтылган: карызга батып калган бир адам Азирети Али радиаллаху анхунун алдына келгенде, Азирети Али радиаллаху анху ага айтты: мен сага пайгамбар алейхиссалам мага үйрөткөн дуаны үйрөтөмүн. Эгер сенин мойнуңда тоого тең келген карыз болсо да, Аллах Таала андан кутултат. Термизи. Кээ-бир алымдар бул дуаны ар бир фарз намаздан кийин 7 жолу окулат деп айткан. Түшүндүрмө: бул эки түрдүү амалдын кайсынысын ыктыяр кылса да карызынан кутулуп, ырыскысынын мол болуусуна себеп болот. Окулушу: Аллахумма агзи ани дайна ва агнини минал факр. Маниси: о Аллах, мени карызымдан кутулткун жана кедейлигимди байлыкка алмаштар. Экинчиси: Аллаху латифун би ибадихи ярзука ма яшау ва хувал кавиюл азиз. Маниси: Аллах өзүнүн пенделерине өтө мээримдүү, кимге кааласа ырыскы берет, ал өтө күчтүү жана үстөмдүк кылуучу. Бул эки дуаны ар бир намаздан кийин көп окуп жүрүү керек. Бул баян канткенде ырыскыбыз мол болот деген аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.